Мен Оралбай Айбек, жастар арасында Олимпиада чемпионы, осы Қазақстан ұлттық құрама командасы. Бүгін сіздерге біз өзіміздің жаттығуымызды көрсетеміз. Боксты қалай үйде де жасауға болады, тренировкада да залда жасауға болатынын көрсетеміз. Мен Оралбай Нұрбек, жастар арасында әлем чемпионы, Қазақстан ұлттық құрама командасы. Сіздерге енді қалай тренировка жасайтынымызды көрсетеміз. Ал кеттік, бастаймыз. Енді басында қазір 5 минут созыламыз, 5 минут разминка, бүкіл спортсмендер істейді оны. Разминкасыз негізі тренировка бастауға болмайды. Жарақат алып қалса уже қиын болады. Мышца тырысып қалады, ушиб болып қалуы мүмкін да. Сосын обязательно созылып, кішкене разминка істеу керек. Одан кейін енді партнермен жұмыс. Партнермен енді екі адам болса, ініңіз болса, ағаңыз болса, тренировка істейсіз, қолдарыңызды екіге қойып, созылып, аяқтарыңызды созып. Одан кейін печатке киіп, печаткемен жұмыс істейміз. Школа бокса дейді. Әлем бойынша Қазақстанда ең мықты школа бізде де. Сол үшін біз школаға көп көңіл бөлеміз. Ол бой істеуіне, мысалы, қалай ұрған кезде қалай қорғану керек, соның бәрін көрсетеміз. Одан кейін тағы да силовая работамен адамның қолын ұстап, ол бой үйретеді ұрады. Ол жерде енді кәдімгі силовая работа, қолыңды қатты ұстап, сосын екінші упражнение артынан итересің, ол аяқты тұру керек, белін майыстырмай түзу. Үшінші упражнение ол отжимания тұрып, қолдарыңды бір-біріне ұрып, или координация ғой, екеуі бір-біріне тұрып, координация бір-бірін итеріп. Кім аяқ алға, немесе артқа шығып кетеді, сол ұтылады. Сосын соңғы обязательно тренировкаға созылу керек та. Сол гимнастика істеп, созылып, оған көп көңіл бөлу керек. Көп спортсмендер оған көңіл бөлмейді, сол үшін созылып, адам восстановление содан болады да. Восстановление болса, мышцаның кішкене ауыртқан жерлері қою мүмкін созылудан да. Оны созылып өтірік бет жан-жаққа қарап істей салмайсың. Кәдімгідей бір аяққа, мысалы, 10 минут көңіл бересің, 10 минут созыласың. Солай бүкіл упражнениеға сөйтіп мән беріп, қадағалап қарау керек. Барлықтарыңызға рахмет. Қазақстанның алға, біз бірге болайық.